Досым, машинаңды сатайық та, бағана бизнесті, мен айтқан бизнесті баста жіберейік, тәуекел етіп ше. Бәрі болады. Бұл өмірде рисковать етпесең болмайды ше. Айту оңай қойсаң Сұлтан, мен бала шағамды асырап отқан осы жалғыз машина, бірақ машинада үйде ше. Мен бұл сатам да, ертең сосын кәсібімде жүрмей қалсын. Жоқ, қойшы осындайыңды. Қаншама киттер бар да теңізде ше. Тонналап балық жейді. Солардың ризығын Алла тауып беріп отыр. Сен мынаны кішкентай қарныңа ризық таба алмай қалдың, Алла тағала. Қорқам, мен рисковать етіп келмейді сөйлейді. Байып алып, қайырымдылық мә деп қайырымдылық жасап жүрмейміз бе адамдарға, досым? Мен байығым келмейді дейсің ба? Мен де бай болғым келеді. Мен де просто көріп жатырмын да өз көзіммен ше. Қанша адам кәсіп ашады, ақшасын құйып жатыр да, быт-шыт банкрот болып жатыр. Мен өйтіп келмейді просто. Осы шүкір үшін. Қорқа бермеш, досым, қорқа бермеш. Кішкентай кезден бірге. Машинаны сатайықшы, досым. Сұлтан, сатпаймын. Өзім өліп кетіп сатпаймын мен, болды. Қанша деп отырсыңдар енді? Көке, 2 миллион деп адым. 2 миллион? Иә. Қайшыншы хозяинсың сен? Мен 3-ші хозяин. Мен алдына орыс әйел айдаған, шал айдаған. Осына машина сататын кезде бір орыс қатын шалға беріп қоясыңдар сендер. Гаражда тұрған, жұмысқа барып келген, сол да я? Ұрылмаған ба? Көке, өзім машинамы білем ғой, ұрылмаған, соғылмаған, орыс әйел айдаған. Орыс қатынша. Орыс қатын ұрылып. Ладно. Так, бұған дейін не істеген едің бұл машинамен алдында? Бала шағам асырап, напақағым тауып жүрген машина негіз бұл. Тошын бала шағыңды асырадың ба, или өзіңді асырадың ба? Конкретно не деп кеттіңіз, сөзің ашық, аласыз ба, алмайсыз ба? Маған ше 1000 адам звонып отыр, ақша керек бізге. Көке, әңгіменің ашығы, кәсіп бастайын деп біз ше. Соған срочно ақша керек болып тұр бізге. Кәсіпті я бизнес? Бизнес. Соған сатайын деп тұрық біз. Я? Қанша деп отырдыңдар? 2 миллион ба? 2 миллион. 1/8-ге берсеңдерші маған. 2 миллион көке. Жоқ, 1/8-ге бер маған. Жоқ, 1/8-ге берсең мен саған 2 миллион деймін сізге. Жарайды. 2 миллион дегенде 2 миллион берсеңші, жолы көп сөйлейді. Көке деген сөз. Жақсы, көке. Жақсы, давай. Давай, иә. Елдің бәрінде бизнес. Машина сататындардың ақшасы. Байышым. Қабыл. Үй жақта болам, өтсе кешке. Давай. Сұлтан, енді ақшаны жарап тастамай, тез кәсіпті бастайықшы. Досым, жаратсақ 100 000 теңгесін жарат. Бүгін байлар ұқсап өмір сүрейікші. Ақшаның бәрін таппай қалмақ, Сұлтан. Жоқ. Маған сенші не уайымдай бересің, досым. 100 000 теңгесін жаратамыз. Байлар ұқсап өмір сүрейік, ресторанға барайық. 100 000 деген жаратамыз бірақ. Болды, давай. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Ақшаны әкелдіңдер ма? Әкелдік, зат қайда? Жақсы. Мәке, фальшиві ғой мынау. Қандай фальшиві, ұстаңдар алалар. Давай, кет. Не болды? Сұлтан, не болып кетті, түсінбей қалдым. Бір сумка ағып кетті. Неме машинамыз ішінде? Жүрші көрейікші, досым. Қойшы, Жүрші, қорқа бермеш. Қорқа бермеш дегенсі, танкин olsun, сабырыш. Не бар екен ішінде? Нейіз, бекер баратын жақпышы. Жүр, кеш. Байқаша, жаным күттейші. Ақшамның ішінде, досым! Досым, ақшам! Ал, кет!
мисал жер астынан шыққан айдай таза адай аспаннан жауып битіп түскен терминатордай келдім мен алдыңа қазақтың маңдайы биягео экией домалақ және омен SFI TY AKA Black Soul Ne başımıza problem olması bu. жанында жеті кереметті ерекше жынданба темекшек әрбір екі сөзді кемірмеймін айтуға ерінбеймін бостан бос терлемеймін жаңа түскен келіндей осы қасиеттер біздің жігіттерде де бар дейді бізде бәрі бар 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 Ал Жомарт аға, қош келдіңіздер. Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Шүкір. Мына сіздердің арқаларыңызда аз ғана уақыттың ішінде осылай көтеріліп, осындай дәрежеге жеткеніміз, адамға рахмет айтамаған, Аллаға шүкір айтамайды дейді ғой. Рахмет сіздерге, шын жүректен рахметімді айтамын. Сұлтан, інім, сендердің дамығандар мен үшін қуаныш. Әрбір Қазақстан азаматы бизнес ашып көтеріліп жататын болса, төбеміз көкке жетеді. Бір қынжылтатын нәрсе бар, Қазақстанда тұрып, қазақтың пәтер жалдап тұрғаны. Бір жағынан түсінуге де болады. Өзіміз де кезінде пәтер жалдап тұрдық. Жайлап, кәсіп ашып, қазір дамып келеміз. Аллаға шүкір. Енді аға, не насихат айтасыз, бұл бизнес саласында сіз бұрыннан келатқан кәсіпкерсіз ғой? Сұлтаным, ең бастысы шаршамаңдар, тоқтамаңдар, бауырларына поддержка беріп жүріңдер. Жалғыз емес, бүкілін ойлап, халықты ойлап жүретін азамат болыңдар. Рахмет аға. Айыз бауырымызды көрмейді ғой? Ол Азиз Дубайға кеткен өткенде жұмыстарымен жақын арада кеп қалады. Ал Жомарт аға, мынау жаңадан келген сізге люстраларды көрсетсем деп едім, тауарларды. Дәке, сен тапсырдым, ертең азанда товарды жақсылап күтіп алыңыз. Ертең жолыққанша сәттілік. Жақсы. Так. Ей. Кіре бер, дәке. Қалай жағдай?
қалай жағдай? Алло, Қуаныш. Бәке, бұларды қайдан байқап қойдыңыз? Офистен заттарды алып кетуге барғам. Сол кезде көрдім Сұлтан әкептен. Абайлау керек бұлар. Түсіріңдер. Ей, Ишак, ақша қайда? Қандай ақша? Не айтып тұрсыңдар, мен ешқандай ақшаны білмеймін. Сен мені лоқ көріп тұрсың ба не? Мынау тумаса, сен туасың. Сен ғой соны фальшивый деген. Алло? Әке? Ақшекен. Қан ақша. Қалайсыздар? Ешқандай ақша білмеймін. Әке, мына жігіттер что-то опасный сияқты. Қалай да болсын, Сұлтекенді апшайық. Мына алғансыз. Не өйменәклі ту ақша, а? Қақта ақша? Айта кетсіз ақшақты келме, а? Қаш жүді өлі уақытында сен, а? Сұлтеке, тезедік. Иә. Сол өзімізден болып тұр ғой. Жарайды, бәке. Қалай Сұлтеке, өз-өзіне келіп алдың ба? Қан тоқтаған сияқты сәлсі. Не болып кетті өзі? Кімдер бұлар өзі? Қуаныш. Бауырым, оны кейін түсіндіріп берем, ол ұзақ әңгіме. Қазір маған қаладан кету керек. Жүр, ақылдасайық. Сендер не істеп жатсыңдар, екеуің бір адамнан айырылып қалғансыңдар ма? Білмеймін, әке, жалып кетті ғой бізге. Сен не қарап отырсың? Сен не істеп жүрсің, мен қасымда? Бәрің жабылып бір адамға қарай алмай жатсыңдар ма, біле? Жүріңдер, біле? Аха. Иә, жақсы жігіттер. Өздерің абай болыңдар. О, Сәке, тыныш па? Сен ар жақта итпен іздеп жүр ғой, жігіттер. Дәке, бәрін кейін түсіндіріп берем. Бұл ұзақ әңгіме. Қазір маған қаладан кету керек. Бастысы өздерің абай болыңдар. Маған қазір жылжу керек. Телефонда боламыз. Жақсы ма? Атам жоқ екен.
Ассалаумағалейкум аға. Алейкум. Қай қарай? Қаражан таққа. Қаражан таққа. Бөгін жақ қарай бара жатырмын, как раз. Жолдан түсіп қаламын да мына. Өзің қаяқтан болдың? Сол Қаражан таққа. Қаяқтан келіп жатсың бауырым? Көзіңе не болған? Кеше Төрағалидан таяқ жеген сен емес па? Ол да әйтеуір қоймайды әйтеуір. Пиарт етіп әйтеуір жүреді әйтеуір. Өткенде ана Кольцовый жақтан өтіп бара жатқам ғой. Сөйтіп бір кезде өтіп бара жатқам, ремен тақпаппын, ремен. Сөйтіп ана ремен тақпаған екеннен гайлер ұстап алды ана жерден. Сөйтіп жаңағы гайлер не болды көге ремен тақпапсыз ғой дейтін. Сендерді байқамай қаптың деп жаңағы күліп жібергенмін. Сөйтсем аналар ырза болып сөз топқанға қолға жоқ көге деді, қайтып жіберді. Ырза болып қалдым аналарға. Молодец екенен түсінігі мол жаңағы сондай милициялар еді. Міне жерден бастаған? Братан, мойында да анау, короче. Ауылына қашыпты ана. Адресі бар. Болашақ бұлыңғыр, алмаған білім білінді, қоғамда қазір бүлінді, сағындым бала күнімді, сағындым бүгін бұрынғы адамдарды мейірімді. Соңдырып тастап өткен күнім, қурап соғып қалды еккен гүлім. Аппағым, ей, өлең ғой мұна. Ассалаумағалейкум, көрші. Уағалейкум ассалам, қалай? Амансың ба? Жақсы. Не yapıyorsun? Ай, денем. Денең не аласың? Ішінде түк жоқ қой. Көрші күрек қуадыр. Күрек па? Тұрған күрек? Қалағанды ала берсің. Шайша? Сол малдың астын тазалау ғой, малдың астын. Мал? Сенің үйіңде сенен басқа мал жоқ қой? Көрші бересің. Бай-жай. Мені біледі өткендегі? Әйеліңді қуып, шеу алып. Білесің ғой, қатын мінезін білесің ғой, мен қатын. Ассалаумағалейкум ағаш. Уағалейкум ассалам. Жиен ғой? Түріңі не бол? Жақсы көрші онда. Біреуін ал. Түріңі не бол? Ағаш, кейін түсіндіріп берем бәрі. Төреғали ұрын ма? Әзіл дейтін не жоқ. Шаршап тұрдым. Шаршап тұрғаннан серьезный тема жатыр да, тыныштық біреу. Обязательно осы бұл нағашыларым дейін да. Бір ақша керек кезде, бір проблема, бір бөлек іздейсіңдер. Вообще іздемейсіңдер осы. Ұзақ уақытқа келдім ағаш. Бір жол. Біраз уақытқа келдің бе? Біраз уақытқа. Болды онда үйге кіремін, жүр. Құрсын. Рабиға, ана шайды қой. Жүр. Сен немене? Отырың бар. Жиен кел. Болды мына. Осы бөлме сенікі. Осыға жайғасып, жақсылап. Не ала берме. Мен шай беріп дайындап қоямын. Жақсы істеп қой. Тоқта, ағаш. Маған ішінен бір шам ақша бар. Осы сумканы тауып көрік. Бар үмітім сенде болып тұрын ағаш. Мына сумканы тауып көрік? Осы сумканы тауып көрік. Ақша ма? Ақша. Біраз ба? Біраз бар. Бір шама бар. Қоям. Анастырма құрсын. Қандай ақша ол кім біледі ол? Ағаш. Бар үмітім сенде болып тұр. Қой. Осындайда жиен. Қонағым болып, жиен болып келдің ба? Қонақ болып келді, қонақ. Оны нәрсе арастырма құрсын. Бәлесін олақ. Өтініш саған. Мынаны адам көрмейтін жерге тауып көрік. Тықш. Сенен өтініш. Бар үмітім сенде болып тұр, ағаш. Жиенге осындай кезде көмектеспегенде, қандай кезде көмектесесің? Өтініш, ағаш. Біраз ақша ма? Бір шам ақша. Қалай, уайымдама. Нағашым ғой. Жиен, мына тақ қоямыз қазір. Мына сақ қоям. Жиен, уайымдама. Бұл жаққа ішім келмейді. Адамнан басқа ішім келмейді бұл жаққа. Жиен әңгіме. Ақша дейді қосын.
Қуаныш, қалайсыңдар? Уайымдама. Сәл уақыт керек. Өзім барған кейін бәрін реттеймін. Нағашыға. Нағашы. Нағаш. Ау. Ай, не болды? Нағаш, ақша жоқ мына жерде. Қалай жоқ? Қайға тықтың? Мен білмеймін ақшаны. Нағаш, шыныңды айтасың. Шыныңды айтшы. Мен сен ғана білеміз бұл жерге ақшаның қойғанды. Қоймаймын, мен қақтан білемін. Мен білемін осы жерге қойғанымды. Мен саған айттым, о баста, бұл араластырмаш осыған деп. Осының түбі балық бар ғой, жиен айналайын. Нағаш, шыныңды айт мойында. Қайттан ақшаны орнына қой. Мойындаған несе? Ол ақы айтайын, мен аған жоқпын. Мен білмеймін да бұны дедім. Мен саған айттым, араластырма дедім осыған. Жиен айналайын, менен көрме. Нағаш. Жиен деймін. Мен саған қой дедім. Менен көрме. Мен білмеймін ақшаны, түсіндің ба? Білмеймін дедім мен саған. Жүрген жердің артын бәрі былық-былық тұрса алмайсың ба өзің? Айттым мен саған. Әкем жиені, мен сен ақшаңды да білмейме, сумкаңды да білмейме, қош, лично мен саған іштен өткен жоқ мен саған. Жен! Бесе ақшаңды алмадым, жен. Жен, кешірші етті. Ұстасаң аны бір!
Ustasana onu. Брат, бұлар кім не үшін қуып жүр сені? Брат, сен сұраман мен айтпай қойын. Кәсіп бастайым деп басыма проблема тауып олдым. Жан досым екеуміз мына дәулердің қырылып атқанын көріп, бір сумка ақша алып кетеді. Соған ойым бұзылды. Алтын көрсе періште жолдан таяды деген сияқты да? Сен қуады екенсің ғой. Періштегі алтын не керегі бар? Сен кімсің өзі? Мен қалып өкенін көршісім ба? Жайша алдың ба машинаны? Алған жоқпын мен. Просто біздің ауылдан такси жүрмейді қалаға қарай. Сол осы машинамен жетіп аламын ба деген, сөйтсем бензин жоқ қой мына. Рекет болып жүрді. Одан да бензин қоймай ма? Рекет бізде қояды. Сен есімің кім өзі? Болат. Болат. Сен болмайтын тірлік істеп жүрсің ғой. Қайта сен қуан осы жерде бензин өшіп қап кеткеніне. Ато ана қалада балдар күтіп алып екеумізді ет қылатын еді, білесің ба? Қайдан білейін мен? Енді сен не істейсің енді? Мәке, отыра береміз ба? Не істейміз? Не істейміз? Аналардың машинаны алып келгенін күтеміз. Мәке, негізі біздің істеп жүргеніміз дұрыс емес. Біз жолаушымыз ғой. Қазір талдың көлеңкесінде отырып, ары қарай жүріп кетеміз. Біз жүріп кетпей тұрып, нормальный тірлік бастау керек еді. Сен қандай нормальный тірлікпен айналыспақшын? Шын ақшаны өтірік ақшадан айырамай жүрсің ғой сен. Маған ақыл айтқанша ана машинаға еге болмадыңдар ма жаңа? Мен сендер түсінбеймін бар ғой. Мен сүйсем бәрін сүйу керексіңдер ма? Мәке, бір қазақ сүйсе, мың қазақ сүйеді деген әңгіме бар емес па? Шыжың біле. Сен тілің өзейін деп тұр ғой. Бол, бір адам әзілдеп отырмын ғой. Ішіміз кетті просто. Әзілкеш, ана ауылына барып ағасын қысайық. Шөлдік күттім мен, Мәке. Сол жақтан ішеміз қазір суды бар. Басым солды отыр. Қабыл, сол сенің жиенің ақ бір былыққа батып жүретін болды ғой. Әркімге зиян тигізіп. Рабе, қош. Осы сен інілерің кеп, үйге айлап жылдап жатыр басады. Үйде бүкіл темір-терсекті алып кетсе де. Бірдеңе деді батыр ма? Мен лично бірдеңе дедім ба? Қабыл, қойш, а? Менің інілерімнен жақсылық көрмесең, жамандық көрген жоқсың ғой? Қойшы, Рабе, қош. Адамды бір-ақ мей болады да. Үйті оң жағаны алынар кеп шайқып кетіп көрдің ғой? Сен шайқамашы енді. Өтініш, адам сап жейші шайды. Жүрегім секем ақпалдайын. Жоқ, неменеге таяқ жеп жүрсің? Осы армияда ротаны ұстағам. Роташ Салаханымда,
жұмсам жұдырығымда деп кім көрінгенге мақтанып жүруші едің ғой. Енді сол бір қорғаныс әдісін пайдаланбадың ба? Құдай шүкір ұстағанбыз ғой. 5 рота ғой ұстаған. Просто неожиданно болып қалды да. Фук қарайым тақ қой короче. И орнымнан тұрам мен қашып кеткен ғой. Тұрам жоқ қой алар. Қорғады ғой көрдің. Біз соның үшеуін ұстап алып бармын. Солардың үшеуі ма төртеу ма қаншаны дейді. Қораға барып, қораның астын тазартып қоямын ғой. Прикинь, қораның невырымен жасап, анау сиырлар бар ғой. Деп гламурный мөңірейді. Кім бар ө? Ашсаңдаршы. Точно олар. Мен жоқ дейсі шығып. Қуасың ба сен? Барса өзің. Маған бар деген ес. Бар енді қоранасын тазалатсай. Сол малдың астын өзім тазалай алмадым. Барайын орда мен. Бірақ бәрі өш. Дайын бош бақма. Жарай ма? Кім бар ө? Ашсаңдаршы. Мәге, жаңа оқыс шайғасы ұйықтап жатқан. Кім ұрды? Жаңа ұйықтатып кеткен мен. Кім ол? Ашсай. Кім ол? Ашсай. Жігіттер, мен ешқандай қатысым жоқ жігіттер, мен ештеңе білмеймін. Еркек емессің, ашсайшы есікті. Су бар ма? Көре бер. Мәшіне түсінесің бе өзі? Бензин емес ау сол? Аккумулятордан емес ба? Көрші енді көрші. Көре бер. Мәшіне түсінесің бе өзі? Сол бензиннен емес ау сол? Мына бензин жоқ olsun. Бензин жоқ. Не сумканы? Киімдер мо? Алаяқ. Сен аған екенсің ақшаны? Мен аған жоқ біле. Тоқта, мен аған жоқ біле. Тоқта деймін. Тоқта. Мен аған... Әкел бер сумканы. Әкел сумканы. Алаяқ. Әкел бер ақшаны. Сен екенсің ақшаны ақып қашқан. Әкел сумканы. Мен бе алаяқ? Сен ше, сен де алып қашқасың ғой бұны? Сенің жұмысың болмасын. Әкел бер сумканы. Брат, бөлсек ақшаны. Қандай бөліскен? Таяқ жеп саған бере салады дейсің ба осы ақшаны? Брат, түсінші. Қаладағы інім бір кісіні қағып кетіпті. Соған қатты ақша керек болып жатыр. Сен анау қабыл көкемен ақша туралы әңгімелерін естідің да, содан жаман ойым бұзылды ақшаға. Періште алтын көрсе жолдан таяды деген сияқты ма? Құлмаш. Періште алтын не керегі бар? Болады. Ана дәулерді не істеп атқан білесің ба? Не істеп атыр дейсің олар? Отқан шығар бір талдың төбінде қырылып. Болады. Болмайтын әңгіме айтпашы. Келсек. Мына ақшаны осы жерге тығайық, көміп тастайық. Қабыл көкеңе барып көмектесейік. Бәрі тынышталғансын. Мына ақшаны екеуміз бөлісіп аламыз. Келістік па? Еркекше ма? Еркекше. Точно бөліп аламыз ғой? Точно. Давай еркекше.
Тас болды мынау. Ертең таба аламыз ба? Конечно. Мына орманның королі мен ғой. Шай алыңыздар. Иә. Құрып отырғанша танысып отырайық. Қайдан боласыңдар? Не істеп жүрсіңдер? Мен есім қабыл болады. Елдерің қандай? Еліміз Қазақстан. Бауырым, сенде біздің шаруамыз жоқ. Ана інің ба, жиенің ба сол керек бізге. Біздің бір сумка ақшамыз ұрлап кеткен. Кіммен ойнап жүрген білмейді осы. Жиенің ғой ол. Ақша деген қолдың кірі ғой жігіттер. Енді ақша деген оң қолмен келеді, сол қолмен кетеді. Главное басаман болсын. Жиенді көрсем айтам, қайтарады ақшаларымды. Уайымдамаңдар. Қорықпаңдар главное. Көкей, сен не қуып кеттің? Қорқып қуып жүрген қайдан көрдің? Адамнан қорықпайды ғой негізі. Адамнан қорықпайды. Сол бір алладан қорқу керек ау деп ойлаймын негізі. Шай. Болды. Нағашы. Отырыңдар, Жігіттер, дұрыстап сөйлесейік. Не сөйлеспекшісің сен? Қойшы, дастарханнан дәм ауыз тиіп отырып, ұялмайтын бәлегесің. Жігіттер, әңгіменің қысқасы, сендердің ақшаларын қайтарам. Түгелдей орында тұр. Сендерден өтініш, мына жерге енді жоламайсыңдар. Біз өз кәсібімізді, өзіміздің еңбегімізбен, ақшамызбен домалап келе жатырық. Бірақ сендер барыңдар да оны қиратып тастадыңдар. Енді бізде кәсіпкерлер де жоқ, кәсібіміз де жоқ былай айтқанда. Бірақ жігіттер, сендерге бір өтініш болып тұр. Мына Болат бауырымыз, інісі қалада адам қақып кетті. Соған барып көмектесу керек болып тұр. Сендерден өтініш көмектесек, әрбір қазақ бір-бірімізге демеу бермесек, кім демеу береді бізге? Әрбір қазақ жалғызым деген дұрыс көмектесу керек. Молодец жиен. Қай Болат ол? Жаңа көршің Болат. Көрші Болат? Шайға жұмсаған. Ана қасындағы ма? Оның аты Сәбит қой. Сәбит? Алдан қаңғылығы Болат деді ма саған? Сәбит оның аты. Сәбит? О, ақшаны тыққан жерге кетті. Сәбит!